Ал Жамбыл өңірінің жұрты қолына домбыра алып әкімдікке ашуын жырмен жеткізді. Тұрғындар ауыл мұңын билікке естіртудің басқа амалы қалмады деп отыр. Айтуларынша, жергілікті атқамінерлер жылдар бойы бүтін тұрған электр бағаналарын бұзып, орнына басқасын орнатуда. Ал жаңа бағаналары үп еткен желден құлап жатқан көрінеді. Жұрттың жайын жырмен жырлаған ауылдың ақындарын тілшіміз Данияр Әлімқұл тыңдап қайтты. Жүрегім жұрт дегенде батыр екен, тілімде ел дегенде ақын екен. Бүтін тұрған құлатып, столыпты білмеймін кім шығарған ақыл екен. Орнына орнатып қойғандары сапасыз бұйым боп тұр заты бөтен. Жаңа Қазақстан деген осы болса, жағдайымыз төмендеп жатыр екен айқая қой. Ауылның мұңын ақынның аузына салып айтқызған кеңестіктер бүтін дүниені бүлдірді деп атқамінерлерге ашулы. Тоқтарататын бағаналар 40 жыл бұрын қойылған, бірақ әлі ширек ғасырға шыдап береді деген ел сау бағаналарды суырып алғандарға сұрау салды. Ескісінің биіктігі 20 метрден асса, жаңасы жартысына да жетпейді деген бұқара қысқаларының қойылғанына қарсы. Жеске барсақ бүйтеді, шікірейіп жестің бастығы. Ол менің столым мемлекеттікі де емес, сендердікі де емес, халықтікі де емес дейді. Айналайын, өкіметтегі, биліктегі басшылар ауылда бұдан да басқа жетеді, проблема деген өте көп. Осы столбыға кеткен ақшаны оданша мына жолымызды жөндесе, ауылға көптеген проблема жеткілікті. Мысалға ағын су жетпейді, мәдениет үй жетпейді, спорт комплекс жетпейді. Осы кеткен ақшаны оданша соған жұмсаса, өкіметтің ақшасы шашқанша. Тұрғындар қысқа бағаналарды қою ақша істеудің амалы дейді. Оның үстіне жарыққа жауапты мекеме жаңа желіні ат үсті орнатып жатқанын айтады. Әлсіз соққан желдің өзінен біразы қисайып қалыпты. Халық шіріктен қорғайтын жақпа майды да жақпағанын көрсетті. Көрдіңіз, топырақ тиген жерге дейін қараңыз. Мынау не деген сұмдық? Мынау 10 сантиметр, 20 сантиметр. Сонда халықта алдаған ма бұл? Мынау не деген сұмдық? Тұрғындар көтерген мәселеге билік өкілдері араласпайтынын айтты. Ал жарық желісіне жауаптылар ұзыны тиімсіз, қысқасы ыңғайлы деп отыр. Біздің балаларға Байзақ ауданы электр жүйесінің балаларына, электромонтерларына шығуға кедергі болады. Жуанырақ, сеченесі көбірек, десятканка азырақ болады. Оның линияның өзінде потерясы бар да оған көрсетілген. Бұл айтқан кезде дәу каналмен кішкентай су жіберіп атқандай болып отыр оған. Бас инженер бағаналарды сапасы орнатқан жоққа шығармады. Кеткен кемшіліктерді техникалық талаптарға сай түзеуге уәде берді. Жаңа бағаналарды алып тастауды талап еткен тұрғындар өтініштері орындалмаса, не желдің, не елдің көмегімен құлатып тастаймыз деп қайтпай отыр. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.